Шығыс Азия және Ресей нарығында көптің сүйіспеншілігіне ие болған Haval автокөлік бренді осы. Қазақстанда да сатылымға шықты. Астана Моторстан кез келген қалаған адам сатып алады. 3 модель ұсынылған. Біріншісі ол мына көк түсті Haval F7. Екіншісі F7X. Осы туралы көбірек айтсақ, өйткені бірінші болып сатылған міне осы модель. Ішінен бастайық. Көпшілікті ең бірінші қызықтыратыны ол әрине комплектация, мұнда премиум комплектация. Былғардан жасалған, яғни орындық, көпшілік үшін маңызды болуы мүмкін. Қазір ішіне кіріп көрсетейін. Есігінің ашылуы барлығы жеңіл. Отырған кезде енді орта бойлы болсаңыз, бір дискомфорт жоқ. Мұнда орындық, енді рульға әркімнің қолының ұзындығына байланысты алдыға тартып немесе артқа қойға болады. Көпшілік енді қолының ұзындығына байланысты аяғының орналасуына деген секілді. Дисплей сенсорлы, қазіргі заманға сай десек болады. Қарапайым стильде, бірақ сапалы екені байқалады. Қазір енді толығымен мінездемесінің характеристикасын білу үшін маманға жүгінсек, қанша литрлі деген секілді. Сондай сұрақтардың жауабын маманның өзінен естісек. Haval компаниясының Қазақстанға келу туралы бір айтып өтсеңіз, сатылымға бір апта бұрын ғана шықты. Алғашқы сатылып алушы бар. Жалпы ерекшелігі неде? Мысалы, қозғалтқышы 1,5-2 болып бөлінеді. Иә, Алишер, қозғалтқыш туралы айтатын болсақ, 1,5-2 болып келеді. Қозғалтқыш жерін қоса өзінің турбиналары бар. Мысалы, сол турбина өзінің күшін әсерін береді, машинаның күшіне. Жалпы немен бұлай байланысты? Мәшіне өзі қатты былай сұранысқа болғанына. Өйткені бағасы. Ең алдымен қарайтын болсақ, бағасы 9,5 миллионнан басталады да 12,5 миллионға дейін. Бірақ сол бағаның ішіне кіретін бізде опциялары дейтін болсақ, көбірек. Мысалы, көп мәшінелерде сондай опциялар әрде жоқ қазір енді. Салыстыратын болсақ, жалпы мәшіне жақсы. 200 аттың күші бар яғни? 200 аттың күші бар. 2 объем двигателіне салыстырып айтатын болсақ, ал 1,5 150 аттық күші бар. Жақсы. Мәшіне биіктігі 19 см, мәшіне өзі алдыңғы приводпен және де полный приводпен келеді. Яғни кроссовер болғандықтан енді көпшілік бұны қалада да, қаладан бөлек таулы аймақтарға да еркін қозғалып мінуге болады. Әрине, әрине. Жақсы. Артын көрсек мұнда енді кроссовер купе болғандықтан үлкен қатты кең емесе іші. Иә, дәл мынау машина алатын болсақ, Haval F7X. Купе болғаннан кейін багажнигі бізде сәл кішкентайлау. F7 мен салыстырғанда F7-дің багажнигі кеңдеу болады. Енді біз қазақтар білесіз, қалай таңдаймыз машина. Әзірге бізге өзіміздің бір жабағымыз сыйса жеткілікті болады. Сият. Жақсы. Мүшелеп тастасын. Дөңгелегі одан бөлек түсіне, мысалы, сайтында жазылған бірнеше жылға гарантия беріледі деп? Түс туралы айтатын болсақ, мына сыртқы түсіне бізде 3 жыл гарантия. Мысалға, сквозной гарантияға бізде 6 жыл. Жалпы орташа машинеге 3 жыл немесе 150 мың гарантия. Трансмиссия коробкасына 5 жыл немесе 200 мың гарантия. 11 миллионнан басталады. 11 миллион. Ал 13 миллион ол соңғы комплектациясы. Яғни ең қымбат. Ең қымбат машина 12 миллион. 11 миллион 990. Байқасаңыз F7X-те дөңгелектері 19 болса, F7-дің бізде дөңгелектері 17. Бірақ бұл комплектация болғаннан, бұл комплектация орташа болғаннан, мінекей осындай түрде бізде тұр. Бірақ F7-дің өзінің үлкен де комплектациясы болады. Үлкен комплектациясында 19 дискілер, бізде төбесі панорама болып келеді, іші бұлғары. Және де бізде мысалға басқа машинелермен салыстыратын болсақ, басқа брендтермен. Бізде жолда ұстайтын мысалға функциялар бар. Жолақ туралы, Иә. Сол қауіпсіздік туралы айтып өтсеңіз? Қауіпсіздіктер, мысалға, ертең болашақта жолда келе жатқанда алдыңыздан бөгет шығып қалса, мысалға, өзіңіз байқамай қалсаңыз, машина өзі сізге белгіледі, дауыстап немесе өз тоқтайды. Мінекей. Сондай бізде... Ол искусственный интеллект десек болады. Жасандай. Жақсы. Ал несін көрсетсеңіз, алдын ашып, жалпы мұндағы орналасқан техникалар туралы. Дәл мына машинаның характеристикасы бойынша айтатын болсақ, бізде 1,5-дік двигатель орнатылған, турбина қосалқы.
турбина бізге қоса бір қуат береді. Айтатын болсақ, 150-дің ат күшін береді. Жалпы тағы да бізге біздің ауа райымызға бейімделген жалпы машинелер. Қоса бізде 7 ступендік DSG коробка. Олда бір басты ерекшелік десек болады. 7-де қандай орналасқан? 7-де бізде мына 2 литрлік. 2 литрлік 190 ат күші. Жақсы. Және де бізде ең ерекшелігі бізде премиум vision деген оптика орнатылған. Байқасаңыз, барлық оптикамыз бізде LED. Жақсы, жеңілу барлығы яғни автоматтандырылған, іштен барлығы ашылады, жабылады. Сатып алуына келсек, енді 3 түрлі тәсілі бар дейді. Біріншісі ол трейдинг, екіншісі кредитке, үшіншісі яғни компаниялармен. Жеке кәсіпкерлерге, компанияларға лизинг алуға болады. Жақсы. 4% жеңілдік туралы айтып өтсеңіз. 4% жеңілдік, қазір модель бізде жаңа болғаннан кейін әрбір клиенттерге біз 4% жеңілдік түрде береміз. Яғни кез келген сатып алушы қазір сыйлық ретінде 14 қаласында Қазақстанның сатылымға шыққан. Яғни көліктер әлі де келіп жатыр. Сатып алушылар байланысты H9 моделі қазір мұнда жоқ, бірақ алдағы уақытта келеді дейді. Солай ғой? Әрине, дұрыс әлші. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз.